Сәлем достар! Бүгінгі таңда дүкен сөрелерінен пайдалы тағамдарды кездестіру қиын. Керісінше адам денсаулығына зиянды тағамдар күн санап көбейіп келеді. Бүгін сіздердің назарларыңызға ең қауіпті 5 тағамды ұсынамыз. Әсіресе дүкен джемдері өте зиянды, өйткені оның құрамында жеміс-жидекті бүлінбеген қалпында сақтайтын антиқышқылдар бар. Сонымен қатар бояғыш заттар да көп қосылады. Жүгерінің адам денсаулығына зияны жоқ. Алайда оны дайындау барысында май, тұз, қант, дәмдеуіш, бояғыш пен хош иіс беруші заттар қолданылады. Попкорнға қосылатын тұздың мөлшері қытырлақтарға қарағанда әлде қайда көп. Пісірілген шұжық, қысқа шұжық, езілген еттен жасалған шұжықша, паштет секілді тағамдарға 40% шошқаның еті қосылады. Картофель фридің құрамында майлы заттар көп кездеседі, ал ол тез семіртіп, қант диабеті, қатерлі ісік секілді ауруларға әкеліп соқтырады. 2 аптадан артық тұрған сүт өнімдерін тұтынбаңыз, өйткені олар сіздің ағзаңызға кері әсерін тигізеді. Бұл тағамдарды ас мәзіріңізден алып тастаңыз, сонда ғана денсаулығыңыздың жақсарғанына көзіңіз жетеді.